Достар, мен жақында қызықты бір оқиғаларды оқыған едім соғыс туралы. Балбек Болқышевтың «Мен өмір сүргім келеді» және «Жауыздық пен махаббат» атты. Ол жерде соғыс кезіндегі және соғыстан кейінгі ауыл және адам жайының бейнелеуі меніңше жақсы көрсетілген. Мысалы, мен өмір сүргім келеді де көбіне адам бейнесі, яғни ол жерде яғни соғыс адамды ерте есетеді. Сол мәселе қозғалған болатын. Мысалы, ол жердегі автор «Мен оқымысты болуды армандаушы едім. Қазіргі күнде сені қорғайтын, өзіміздің шығысты қорғайтын солдатпын» деп айтатын. Яғни соғыс ол оның өмірін өзгертіп жіберді. Толықтай бұрын жас кезінде өзінің арманын емес, арманының артынан баруды емес, енді сол соғыста жұмыс істейтін, өзінің отанын қорғайтын адам болатынын шешті. Яғни негізі қалайтыны ол емес. Және жауыздық пен махаббатта ауылдың бейнесі, яғни қиратылған, өзгертілген болатын. Ол жердегі басты кейіпкер өзінің жақсы досының ауылына барады, ал ауылдан ол кезде дым қалмағандай болды. Және сол досының ұнатқан қызы болатын, ол да өзгеріп кеткен, әкесімен сөйлесетін, ал әкесі би деген еді. Ол 60 жыл бойы қартаймаған алтай немістердің тепкісінде қартайғандығын айтты. Демек, қайтадан сол 60 жыл өмір бойы жүрген адам бұл 6 айдың ішінде соғыс басталғалы қалай қатты қартайғанын айтады. Демек, соғыс адамды өзгертеді, адамды ғана емес, бүткіл ауылды. Соны қызықты деп санадым мен. Жаңағы соғыс адамды өзгертеді деген жақтан деген затты айтқанда, бірден жоғалған дос шығармасы, Тахауи Ахтановтың шығармасы есіме түсті. Ол жерде Ғайни деген әйел өзінің күйеуін, соғысқа кетіп қалған күйеуін біраз күтеді. Соғыс бітті, бүкіл жаңағы адамдар соғыстан қайтып келген, ер адамдар соғыстан қайтып келген, бірақ та оның күйеуі келмеген. Дегенмен ол оның үміті өшпеді. Яғни үміт оты сөнбейді дейді ғой. Ол соңына дейін өзінің күйеуінің тірі екеніне сенімді болды. Және де бұл сенім, бұл үміт оны шыны керек кәдімгідей өте ауыр халге апарған. Ол кәдімгідей жынды болып сипатталған, жынды болып кеткен әйел болып кетті. Бұл жерде біз соғыстың тек ер адамдарға ғана емес, яғни соғысқа барған, соғысты тікелей тәжірибе еткен адамдарға ғана әсер етпейді. Сонымен қатар оларды күтіп жатқан, яғни олардың келетініне үміт артқан адамдарға да тікелей әсер етеді. Және де бұл жерде бұл шығарманың қызық жағы негізі, ол күйеуі шығарманың соңында табылады. Күйеуі тірі екен, бірақтан ол өзінің әйеліне Ғайниға қайта оралғысы келмейді, қайта өзінің отбасына, яғни сонымен қатар олардың кішкентай қызы да бар, өзінің отбасына оралғысы келмей, басқа отбасыға барып, сол басқа әйелмен қосылады екен. Бұл деген мені бірден осындай бір ойға әкелді. Демек, соғыс деген негізі ер адамдарға өте бір қандай да бір шарықтау шегіне әкелетін сияқты, ер адамдарды психологиялық тұрғыдан, себебі олар экзистенциалдық кризисқа түседі. Яғни соғыстан кейін адамдар түгелдей өзгереді. Олар өзінің өмірін өзгерткісі келеді ме, өзінің өмірде қабылдаған бүкіл шешімдерін қайтадан ойланып өкінеді ме, сондай бір кейіпке енетін екен. Сол өте қызық болды. Және де соғыстағы негізі үміттің тақырыбы, оны әрқалай ашуға болады. Мысалы, мына шығармада үміт Ғайниді шыны керек өлтірді. Яғни ол тірі адам, бірақ ол психологиялық тұрғыдан жынды болған соң ол уже тірі, бірақ өлі деп сансақ та болады. Яғни бұл жерде үміттің әсері өте жаман болды Ғайниға деген. Келісемін.
кезде үміт екі жолға алып келеді деп айтуға болады. Сенің шығармаңда ол адамды кішкене шарықтау шегіне кішкене шатастырып күйзеліске алып келеді және мағынасыз үміт деуге болады. Ал менің шығармамда өлім мен өмірде 20 жастағы, небәрі 20 жастағы бізбен жасты солдаттың үміті туралы айтылады. Бірақ та бұл шығармада үміттің жағымдырақ жағынан көрсетіледі деп ойлаймын. Өйткені солдат осы мағынасыз өлімде соғысқа баруда өз-өзіне бір мағына тауып алады. Яғни ол өз-өзіне айтуда: мен соғысқа жайдан жай бара жатқан жоқпын, мен соғысқа өлім үшін бара жатқан жоқпын. Өйткені соғыста өлу ол мәңгі өмір деуге болады. Өйткені оның ойынша соғыста өлу ол болашақ ұрпақ үшін, өз отаның үшін өлу. Ал бұл өлім мағынасыз деуге болмайды. Яғни мағынасыз жайдан жай өлім ол өлім емес, ол мәңгілік өмір деп атайды. Мен де онымен келісемін деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде үміттің бір мағынасы бар, оны орынды қолданылған деп ойлаймын. Сол. Менің ойыма соғыс туралы, үміт туралы айтқан кезде Дулат Исабековтың «Біз соғысты көрген жоқпыз» шығармасы келеді. Бұл шығарма жалпы ерте есейген, тағдырдың тауқыметін сезініп жатқан балалардың соғысқа деген көзқарасы жайлы айтылған. Олар соғысқа бармаса да, яғни соғыстың қасіретін сезініп жатыр. 40-шы жылдар балалықтың емес, ерте есейген тағдырлардың кезеңі деуге болады. Олар өздері үнсіз, оңашада жылаған, әкелерінен хат келуін күтіп, олардың тірі оралуын армандаған. Бұдан бөлек бұл шығарма ауыл адамдарының ауызбіршілігі, бір-біріне деген жанашырлығы туралы сөз қозғайды. Ауыл тұрғындары қандай қиындық болмаса да, қандай ауыртпашылық болмаса да, бәрін бірге сезінген. Ауылдың ауызбіршілігі ең алдымен ортақ қайғы және де ортақ қуанышта көрінеді. Мысалы, хат келген кезде олар бәрі бірге жиналып, яғни бір отбасының емес, жалпы бүкіл ауылдың үмітіне айналды деуге болады. Иә, осы соғыс туралы айтып жатыр екенбіз. Мен де бір соғыс жайлы бір шығарма оқып едім. Рафаэль Ниязбектің «Киелі жылқы» деген шығармасы. Бәлкім сіздер де естіген шығарсыздар. Тура сол ауыл бейнесі. Елестетіп көріңіздер, соғысқа жарамды бүкіл ерлердің барлығы кетіп қалған, қалалардан, ауылдардан. Сол қалаларда, ауылдарда тек қана қарттар, белі қатпаған кішкентай балалар және сол келіншектер ғана қалды, жас қыздар. Барлығы өзінің ерлерін күтіп жүр. Біреу баласын күтіп жүр, біреу күйеуін күтіп жүр. Сонда олар әрине үміт артады ғой, соғыстан аман есен келсін деп. Сол шығармада сол үміттің символы, белгісі ретінде киелі жылқыны қарастыруға болады. Себебі сол шығармада басты кейіпкер сол соғысқа аттанған ердің әкесі және оның келіншегі етін барлығы сол кезде бір ұран астында өмір сүрген, бәрі де соғыс үшін, барлығы соғыс үшін еңбектеген, бүкіл дүниесін соңғы дәніне дейін үкіметке беру міндетті болатын. Сол айтылған оқиғада мемлекет өкілдері, үкімет келіп, сол баласына қалдырған аманатты, ақбоз айғырды алып кеткісі келген соғысқа. Ал әкесі мен келіншегі сол аманатты барынша сақтағысы келгенде, сонда олар үмітті сол жылқыға артқаны соншалықты, үкіметтен қанша қорықса да сол ақбоз айғырды бере қоймаған. Яғни сол соғыс кезінде тағдырды қиратқан соншалықты олар бір шынайы киелі нәрсеге үміттеніп емес, жай ғана бір малға сыйынып, соны аманат қылып, сол баласының несібесі ретінде қарастырды. Сол менің ойым, барлығы сол үміт деп санаймын басты идеяны. Шынайы киелі затқа үміт артпады дейсің. Менің ойымша киелі затты бір, яғни жаңағы малды өздері киелі еткен сияқты болды, иә, сонда? Сол нәрсеге өздері киелі мән берді да, үміт артқаны соншалықты. Есіме
сабақ кезінде ағай айтты ғой, киелі заттар ол өз өздерімен киелі ме, әлде адам сенім артады ма деп. Сондықтан екінші ойға келеміз. Қазақ халқында неге ырымдар көп дегенде, қазақ халқының артында көп қиыншылықтар бар. Сол қиындық замандарда бір үміт керек болған соң өз өздеріне бір ырымдап көп ырым шығарған секілді, сонымен байланысты секілді. Өте дұрыс тұжырым. Жалпы соғыстан кейінгі адамдардың бейнесі сол үмітпен де байланысты деп ойлаймын. Тағы да соғыстан кейін де адамдар жаңағы соғыста көрген қасіреттерін ұмытпай, әрдайым сол олардың жадында қалып қойған сол үміт. Мен барлықтарыңмен келісемін. Менің ойымша, біздің барлық шығармалардың ортақ мәселесі үміт. Және ол осы бір мақал мәтелмен қорытындылай қойсақ болады деп санаймын. Табансыз соғыс тағдырыңның дұшпаны деп. Себебі бұл соғысты ешкім қаламаған, алайда ол басталды. Және ол сол ерлердің ғана емес, әйелдердің, кішкентай балдардың, бәлкім жануарлардың да өмірлерін өзгерткен, және ол қаншама өмірлерді алып қойған, өзгерткен. Осы шығармаларды оқыған кезде менің есіме тағы екі шетелдік шығарма келген. Ол Эрих Мария Ремарктың «Ночь в Лиссабоне» мен Маркус Зусактың «Книжный вор». Себебі бұлар да соғыс кезіндегі оқиғалар, бірақ олар Қазақстанның жерінде емес, сол Германия, немістердің арасында болғанын сипаттаған. Біздің шығармаларымызда өйткені немістерді көбіне жамандайды, жалмауыз дейді, ал ол жерде негізінде немістердің өздері де қазақтар секілді соғысқа не үшін барғанын, не үшін аттанып жатқанын, себептерін білмеген. Және ол меніңше қызықты болды. Себебі әрбір тиынның екі жағы болады ғой. Бір нәрсені абсолютті жаман немесе жақсы деп айтуға болмайды. Бұл өте қатты жоғалған достағы ерлердің ситуациясы және экзистенциалдық кризис тақырыбымен өте байланысты сияқты деп ойлаймын.